Иван Трубицын атындағы номер 17-ші жалпы білім беретін мектеп-гимназиясы, география пән мұғалімі Ерікқызы Гүлзира. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Жаратылыстану пәні 5-ші сынып. Балалар, мына суретке назар аударыңыздаршы. Суретте не көріп тұрсыздар? Әрине, суреттен өсімдік және күн сәулесін көріп тұрмыз. Күн сәулесінің өсімдікке қандай әсері бар? Күн сәулесінсіз өсімдік өсе алмайды ғой, балалар. Бұл процесс қалай аталады? Күн сәулесінің қатысымен фотосинтез үдерісі жүреді екен. Олай болса, бүгін біз фотосинтез үдерісін қарастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фотосинтез. Сабақтың мақсаты фотосинтез үдерісін түсіндіру. Балалар, дәптерлеріңді ашып, тақырыпқа байланысты жаңа терминдер жазып алайық. Фотосинтез, күн энергиясы, хлорофилл, көмірқышқыл газы, су, органикалық қосылыстар және оттегі. Фотосинтез деген не? Фотосинтез грекше фото, жарық, синтез пайда болу. Өсімдік жапырағында күн жарықта жүретін үдеріс. Үдеріс кезінде көмірқышқыл газы мен судан органикалық заттар мен оттегі пайда болады екен. Сонда ауадағы көмірқышқыл газы мен тамырдан келетін су әрекеттесіп, органикалық қосылыстар түзеді екен. Органикалық қосылыстар дегеніміз ол глюкоза және ауадағы оттегі бөлінеді. Бұл үдеріс жасушаның арнайы мүшесі хлоропласттың ішіндегі хлорофилл арқасында жүзеге асады екен, балалар. Түзілген органикалық заттар өсімдіктің қорегіне айналып, атмосферадағы оттегі сыртқа шығарылады екен. Және де бұл процесс күн энергиясының қатысуымен жүреді дедік, иә, балалар? Күн энергиясының қатысуымен жүретін процессті, үдерісті фотосинтез деп атаймыз. Сол фотосинтез кезінде мынадай формула шығады екен. Балалар, формула дегенде бізге бұл жаңа термин емес. Біз алдыңғы сабақтарда заттар, заттардың массасы, еріген заттар деген тақырыптарды өттік. Сол кезде біз формула туралы үйренген болатынбыз. Көмірқышқыл газының формуласы СО2, судың формуласы H2O. Фотосинтез бұл өсімдіктердің жасыл жапырақтарында судан және атмосферадағы көмірқышқыл газынан, хлоропласттағы хлорофиттер сіңірген күн энергиясынан пайда бола отырып, органикалық қосылыстарды синтездейді. Сонда хлорофиллдің арқасында глюкоза бөлінеді екен. Глюкозаның формуласы С6H12O6 және осы синтездеу процесінде атмосфераға оттегі бөліну процесі жүреді екен. O2 оттегінің формуласы. Сонда фотосинтездің формуласы шығады. Балалар, дәптерлеріңді ашып, формуланы жазып алсаңыздар болады. Хлорофилл. Хлорофилл өсімдіктерге жасыл түс беретін пигмент. Жаңағы фотосинтез үдерісі осы хлорофиллдің арқасында жүзеге асады. Жасушаның құрамында кездесетін өте кішкентай дән сияқты пішіні бар зат екен. Өсімдіктің өне бойында болғанымен басым түрінде жапырақта орналасқан. Фотосинтездегі хлорофиллдің рөлін алғаш сипаттаған орыстың ғалымы Климент Аркадьевич Тимирязев
Ол кісі фотосинтездің жердегі тіршілік үшін мәні терең деп айтқан екен. Фотосинтез үдерісі жүргенде тірі организмдер тыныс алатын оттегі бөлінеді. Фотосинтез арқылы саңырауқұлақтар, бактериялар, жануарлар, адам қоректену үшін үнемі органикалық заттар пайда болады. Атмосферадағы біздің ғаламшарды зиянды сәуледен қорғаушы озон қабаты пайда болады. Өсімдіктер көмір қышқыл газын жұтып, жерді қатты қысып кетуден сақтайды. Тимирязев жасыл жапырақты тіршіліктің ұлы фабрикасы деп атаған. Оның шикізатты көмір қышқыл газ бен су, ал қозғалтқышы жарық деген екен. Жасыл өсімдіктер үнемі оттегін шығару арқылы адамзатқа өмір береді. Сондықтан балалар, біз ауаны таза ұстау керектігін естен шығармағанымыз жөн. Дэвид Латимер өсімдіктердің ғарышты игеру теориясын дәлелдеді. 1960 жылы британдық инженер-электрик жай ғана байқап көру үшін бөтелкеге традисканса өсімдігін салып, тығындап ашпай қойған. Бөтелкеде экожүйе пайда болып, өсімдік оттегіні шығарып, қара шірігін мен қоректеніп, өзіне өзі көмек берді. Оған дейін 40 литрлік бөтелкеде күкірт қышқылы сақталған. Латимер өсімдікке тыңайтқыш берді. Сыммен тесіп, оған көшет отырғызды. Одан кейін оған тек 0,12 литр ғана су құйды. 4 көшеттің біреуі ғана өсіп шықты. Егер тақырып түсінікті болса, оқу жаттығуына кезек келді. Бірінші бағанға фотосинтезге керекті затты жазып, екінші бағанға фотосинтез кезінде пайда болатын заттарды жазыңдар. Фотосинтез барлық тірі организмге қажет. Өсімдіктер фотосинтез арқылы қоректенеді, ал жануарлар мен адамдарға тыныс алу үшін таза ауа қажет. Бірақ фотосинтез жүру үшін кейбір шарттардың болуы қажет. Олар күн сәулесі, көмір қышқыл газы, су, өсімдік жапырағындағы хлорофилл. Келесі тапсырма. Фотосинтез формуласын құрастырыңыздар. Балалар, фотосинтездің формуласын сендер ойдағыдай құрастырдыңыздар деп ойлаймын. Олай болса, жауабын тексеріп көрейік. Жақсы балалар, бүгін біз фотосинтездің үдерісін қарастырдық. Фотосинтез жүру үшін қажетті жағдаятты автоматты түрде әртүрлі табиғи үдерістер мен тірі организмдер арқасында жасалады. Себебі жарық энергиясы жер бетіне күн сәулесінен келеді. Сабақ түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар балалар.